Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамның филиалы, Ақтөбе облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты, дінтану курсын оқытудың теориялық және әдістемелік негіздері тақырыбындағы арнаулы курс аясында дін және дәстүр атты облыстық семинар өткізді. Семинар жұмысын институт директорының міндетін атқарушы, филология ғылымдарының кандидаты, доцент Абишева Нұргүл Молдабаевна ашты. Семинарда Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университеті, саяси әлеуметтік пәндер кафедрасының меңгерушісі, философия ғылымдарының докторы профессор Тайжанов Алтай Тайжанұлы Қазақстандағы діни білім мен рухани тәрбие беру үдерісіне тоқталды. Ақтөбе облыстық дін істері басқармасының басшысы Есмахан Бауыржан Әбдірашұлы мен Аңсар ақпараттық талдау орталығы мемлекеттік мекемесінің басшысы Сүлейменов Жандәулет Отарбайұлы дін мен дәстүр және радикалды діни ағымдардың қоғамдағы кері әсері туралы жан-жақты ақпарат берді. Сондай-ақ семинар жұмысына Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің профессоры, тарих ғылымдарының докторы Бекназаров Рахым Ағыбайұлы, Ақтөбе облыстық ғылыми тәжірибелік орталығы әдіскері Тұрмашева Әсия Кадыровна және институттың профессорлық оқытушылық құрамы, облыстың жалпы білім беретін мектептерінің дінтану пәні мұғалімдері қатысты. Семинардың ашық микрофон айдарында шақырылған қонақтарға мұғалімдер тарапынан сұрақтар қойылып, мағыналы жауаптар алынды. Сонымен қатар, институттың кафедра меңгерушісі, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент Дүйсенбаев Абай Қабақбайұлы семинарда көтерілген мәселелер бойынша жергілікті Река телеарнасының тілшілеріне сұхбат берді. Ақтөбе облыстық білім жетілдіру институтының жоспарына сәйкес бізде дін және дәстүр деген облыстық семинар өткізіп жатыр. Жалпы бүгінгі семинарға Ақтөбе облысындағы дін саласындағы қызметкерлер және профессор ғалымдар шақыртылып отыр. Семинардың қорытындысында Ақтөбе облыстық діни істері басқармасының басшысы Есмахан Бауыржан Әбдірашұлы барлық мұғалімдерді өскелең ұрпаққа патриоттық тәрбие беруде, отанға деген сүйіспеншілік қалыптастыруда бірлесіп жұмыс жасауға шақырды.